Қыздар сәлем. Бүгінгі видеода түрік асханасының осындай пидесін жасаймыз. Бұл пиденің ұнайтыны маған қамырына үйдегі бар нәрселерден жасалатын ұнайды, ең бастысы. Еще басында піскенде хрустящий болады, кейін жұмсарады. Олай болса кеттік, бастайық. Ең алдымен жып-жылы суға дрож, қант, тұзды салып, дрожымыз жібігенше, ерігенше күтеміз. Енді осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болады. Қолға жабысқан сайын кішкене ұн сепсеңіздер дұрыс. Осы дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілу керек қамырымыз 2-3 есеге. Оған дейін начинкасының заттарын дайындаймыз. Мен 2 орташа пияз қолдандым. Не болмаса үлкен бір штук пияз қолдансаңыздар болады. 2 помидор қостым, 2 болгарский перец, 3 бас чеснок қостым, сарымсақ. И 1 пучок петрушка қостым. Негізінде осы жаңағы болгарский перец, пияз, помидорды үшеуін, егер сіздерде блендер бар болса, осындай овощтарды турайтын, сонымен езіп алғандарыңыз дұрыс, майдарақ болады да, сонда начинкаларыңыз кішкене сочнылау болады. Мен енді ол көп адамда жоқ деген оймен, именно осы туралған вариантын көрсеттім. Бәрін майдалап, турап. Соңында фаршымызды қосып араластырамыз. Чеснокты турауға да болады, бірақ турағанға қарағанда осылай чоркамен өткізсе кішкене өзінің дәмін күштірек шығаратын сияқты. Енді осы бүкіл овощтарды біріктіріп, үстіне по вкусу дейді ғой, по вкусу черный перец, красный перец, тұз саласыздар. И полный ас қасық томатный паста саламыз. Үстіне фаршымызды салып, барлығын жақсылап араластыру керек. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды ашыды. Қамырларымызды жұмыртқаның үлкендігіндей размерде бөліп аламыз. Менде осы рецепт бойынша 15-16 штук пиде шықты. Қамыр қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Жаятын кезде міндетті түрде ұнға жақсылап аударып алыңыздар. Өйткені оқтауымызға жабысып кедергі келтіреді. Не осылай сопақша етіп
жаямыз. Сосын начинкамызды салып, екі шетінен біріктіреміз. Жасап болған пиделерімізді осылай формамызға саламыз. Екі шеті кейде ашылып кетуі мүмкін. Қайттан қолмен қысып біріктіріп жібереміз. Енді осының бетіне бір жұмыртқаның сары уызына кішкене сүт қосамыз. Сөйтіп екеуін араластырып болғаннан кейін шеттеріне қамырдың бетіне жағып шығамыз. Осы дайын болған пиделерімізді алдын ала ысытылған пешке саламыз. Әдетте мен 200-190 градуста пісіремін. Қызарғанша ұстаймыз. Міне қыздар, біздің пидеміз пештен шықты, дайын болды. Пештен шыққан кезде қамыры қытырлап ерекше болады, кейін тұрып жұмсарады. Ең бастысы қамыры жұқа болады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де осы видеомен таныстарыңызбен бөліссеңіздер қуанар едім. Рахмет.